Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздер мен Назерке бүгін сіздерге өте дәмді әрі ыстық тағам ретінде ұсынылатын фунчуза салатының рецептімен бөліскім келеді. Міндетті түрде осы әдіспен жасап көріңіздер, ең дәмді сәтті рецептердің бірі. Ең алдымен қызып тұрған майымызға чұқай етіп, ұзынша етіп туралған етімізді жақсылап тұрып қуырып аламыз. Міндетті түрде етті сәл морозильниктен шығарып 10-15 минут болғаннан кейін турасаңыздар өте әдемі туралатын болады. Толықтай барлығын жақсылап тұрып қуырамыз жай отта. Бар жоғы 5 минуттай толықтай барлығын қуырып болғаннан соң соя соусын қосып, тағы да жақсылап тұрып араластырып алыңыздар. Міндетті түрде осы кезде де 2-3 минут толықтай қуырылуы керек. Осы кезде арнайы өзіміздің теоркамыздан өткізілген сәбізімізді қосып, тағы да жақсылап тұрып араластырып аламыз. Мүлде су құюға болмайды, өзінің шырыны шығады. Жақсылап тұрып жай отта 10-15 минуттай қуырып алыңыздар. Ендігі кезекте біз арнайы светофор деп аталатын болгарскийімізді турап аламыз. Мен 3 түрін пайдаландым: жасыл, қызыл және сары түрін. Өте чұқа етіп тураңыздар, ұзынша етіп алсаңыздар, ұзын әрі жұп-жұқа болса әдемі көрінеді және де жегенге де өте ыңғайлы болады. Дәл осы видеодағыдай ұзынша етіп өте чұқа қылып турасаңыздар жеткілікті. Негізі бір түрінде қосуға болады. Егер фунчуза салаты әдемі болсын десеңіздер, 3-4 түрін араластырып қосуға болады. Фунчузамыздың үстіне арнайы қайнап тұрған суымызды құйып, бетін жауып 5-10 минутқа қалдырамыз. Және мұздай сумен 1-2 рет шайып алуды ұмытпаңыздар. Сонда арасы жабыспайтын, езілмейтін болып тұрады. Пышақтың көмегімен 1-2 рет кесіп жіберіңіздер. Сонда жегенде ыңғайлы болады. Енді салатымызды жинаймыз. Фунчуза және де болгарский біздің арнайы қуырып дайындап қойған етіміз бен сәбізімізді қосамыз. Дәміне қарай тұз қосамыз. Соя соусын қосуды ұмытпаңыздар. Негізі осы кезде уксус қосуға болады, бірақ біздің үйде балалар жейтін болғандықтан мен мүлде уксус пайдаланбаймын. Теорканың өте кішкентай бөлігінен чесноктық міндетті түрде қосыңыздар, өте дәмді, ерекше дәм береді. Арнайы ас көктер қосыңыздар түрлі. Және осы кезде сіздерге видеоға түспей қалыпты қияр, яғни огурцы қосуды ұмытып кетіппін. Негізі қосыңыздар. Қоссаңыздар өте дәмді болады. Маған видеода көрінбей қалды. Өте дәмді әрі көп уақытыңызды алмайтын салат түрін жасап көріңіздер. Фунчуза салаты ерекше әдіспен дайын болады. Дәмді, міндетті түрде бір жасағаннан шығатын сәтті рецепт. Егер видео ұнаса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.